Сәлем достар, бүгін біз турецкая пиде жасайтын боламыз. Қамырына ұн, 1 қасық тұз, жарты қасық сода, жарты стакан айран керек. Айран болмаса, сүт қосуға болады. Одан соң жылы сумен қамыр дайындаймыз. Қамырымыз дайын болды, өте жұмсақ болады. 15-20 минуттай қамырымыз тынығып тұра тұрсын. Одан соң начинкасын дайындаймыз. Начинкасына 2 пияз, одан соң 2 сладкий перец, тәтті бұрыштан турап аламыз. Ұсақтап турап аламыз. Достар, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Лайк басып отырыңыздар. Тәтті бұрышымызды да төртбұрыштап ұсақтап турап аламыз. Сары майымызды табаға саламыз. Менде қолдың сары майы, соны ерітеміз. Одан соң жарты килограмм немесе 300 грамм фаршымызды салып, жақсылап араластырып отырып пісіреміз. Аралары ашылу керек, міне осындай болып. Үйлеріңізде қанша фарш бар, соны қоса берулеріңізге болады. Мінекей, фаршымыз дайын болды. Енді үстінен пиязымызды салып, тағы да 1-2 минут бұқтырамыз. Қақпағын жауып қоямыз. Міне мынау дайын болды. Енді тұз, бұрышын, приправа сондайларды саламыз. Араластырып аламыз. Одан соң тәтті бұрышты салып, тағы да 1-2 минутқа бұқтырамыз. Одан соң дайын болады. Бұқтырып алдық, дайын болды. Енді қамырына кірісеміз. Қамырды 2 бөлікке бөліп аламыз. Bir жағын алып, жайып шығамыз. Домалақ қылдырмай, сопақ қылдырамыз. Одан соң начинкасын салып, лодка сияқты жасаймыз. Осы жерде сразу противен дайындап алып, соған жасасаңыз дайын болды. Қалған айранмен бетіне жаға салуға болады. Жұмыртқа болса да, сол жұмыртқаны жағуға болады. Міне менікі дайын болды. 180 градуста 30-35 минут піседі. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Өте дәмді болады.